Ал енді осы және өзге де ақпараттар алдағы минуттарда. Сенбілік күні аймақ басшысы Жаңақорған ауданында жеке қабылдау өткізді. Бұл қабылдаудың бұрынғыларынан ерекшелігі мұнда облыс әкімімен қатар құқық қорғау органдарының басшылары да тұрғындардың талап тілегін тыңдап мәйекті мәселелеріне мән берді. Ашықтық қағидасына негізделген қабылдауда жалпы саны 65-ке жуық азаматтың өтініші қаралды. Ал облыс әкіміне 20-дан аса тұрғын өз сұрақтарымен келді. Жергілікті азаматтар тұрғын үй алу, жұмысқа орналасу, жеке бизнес бастау және кәсібін кеңейту, аяқ су және қоғамдық көлік мәселелерін көтерді. Бірінші болып қабылданғанда келгендердің басым бөлігі де әйел азаматтар. Алаяқтық мәселесі бойынша келдім. Келіп прокурормен сөйлестім, қасында тергеушімен сөйлестім. Тергеушілердің айтуы бойынша тергеу іс амалдары жүріліп жатыр. Өз келген неммен шешілетінін айтылды. Ендігі аптаның 3-ші күнге дейін шешілетін болды. Жұмысқа тұрғызу бойынша, Атырау қаласына жұмысқа тұрғызу бойынша не алды? Ақша бергенбіз. Сол ақшаны аламай 2 ай болып жүргенімізге кішкентай баламмен келіп отырмын. Облыс әкімі мен құқық қорғау органдар басшыларының қабылдауына келген тұлғалардың түйінді түйткілдері әртүрлі. Жеке бастың проблемасымен қатар аудан әлеуметінің әлеуетіне қатысты мәселе көтере келген азаматтар да бар. Бітімгершіліктің халықтың арасындағы кеңінен дамығандығы, сотқа жүгінбей, осы жаңағы елменен бірге әрі арзанға түседі, әрі жаңағы тез едел бітеді. Сосын burada жаңағы екі тарап бір-біріне деген араздық алдағы уақытта болмайды. Міне осы жөнінде біз жұмыстар жасап жатырмыз. Енді соның ішінде түсінбеген жерлер бар еді. Соны сұрап шықтым. Өте қанағаттандым. Қоғамдық көліктер мен такси тасымалының да тірлігі тату жолға түйісе алмай отыр. Жақсылық Әбішевтің айтуынша, ың-шыңсыз жолаушы тасымалымен айналысуға құлықсыз екен кей азаматтар. Мына бүгінгі көтеріліп жатқан мәселе такси жөнінде. Жаңақорған кентінде 3 көше маршруты бар. Сол көше маршруттарына таксилер көп зиянын келтіріп, жүруімізге көп кедергі жасап жатыр. Енді сол мәселені облыс әкіміне айтып, қазір комиссия құрылатын болды. Аудан әкімін шақырып алып, көп мәселелерді облыстық автомобиль жолдары жолаушылар көлігі басқармасының басшысына тапсырма берді. Құда қаласа жақын арада шешіледі. Сөйтіп таксистермен түсінікті жұмыстар жүргізіліп, оларға да тәртіпке шақырып, заң талабы бойынша жұмыс істейміз деп ойлаймын. Айта кетейік, бұған дейін аймақ басшысының тапсырмасы аясында облыс әкімінің орынбасарлары мен құқық қорғау органдары басшыларының орынбасарлары әр ауданда бір күн бойы жеке қабылдаулар өткізді. Тұрғындардың мәселелері қаралып, реттілігіне қарай шешімін тапты. Еске салу керек, облыс әкімі Нұрлыбек Нәлібаев өңір басшысы болып келген сәттен бері 20 рет қабылдау өткізіп, 173 азаматтың мәселесін саралады. Нұрдәулет Қалабеков, Руслан Жүсіпбеков, Нұрымжан Тұрашев, Қызылорда қоғамдық телеарнасы, Жаңақорған ауданынан.